1953 жылдың дәл осы күні Батыс Қазақстан облысы бұрынғы Фурманов, қазіргі Казталов ауданындағы Талдықұдық ауылында атамыз Әйтеш пен әжеміз Гүлзамина Бейсекеновтердің шаңырағында ерекше жан дүние есігін ашқан еді. Сол ерекше жанның тәй-тәй басқан алғашқы қадамы 70 жыл бұрын осы ауылда басталған. Бүгінгі басты кейіпкеріміз мерейлі жасқа толып отырған анамыз Мәншүк Әйтеш қызының өнегелі өмірі мен қажырлы еңбек жолы туралы айтсақ, көпке үлгі боларлық тәлімге толы. Отбасыда ең кенжесі болып өзінің Роза және Райля апаларының ізін басып, оқушы кезінен-ақ ерекше белсенділігімен Талдықұдық орта мектебінің аға пионер жетекшісі болып көзге түсуі сол шақтан-ақ көп жайтты аңғартқан екен. Ал Ресейдегі Саратов ауыл шаруашылығы институтын бітіріп, елге келген соң, алғаш Орал облыстық агрохимиялық зертханасында агроном инспектор болып басталған еңбек жолы, кейін Қазгипрозем институты Орал филиалының инженері болып жалғасты. Сонда қызметте жүріп өмірлік серігін де Асқар әкемізді жолықтырды. Ол 1976 жыл еді. Жылы шыраймен танысқан жігіт Құдай қосқан қосағына айналып, 1978 жылы шаңырақ құрды. Осында бір қызығы марқұм Асқар әкеміз анамызбен алғаш танысқан сәттегі уәделі сөздерінің бірін де ұмытпаған. Оның бірі сол уақытта іргесі енді қаланып жатқан үйді меңзеп, шаңырақ құрғанда осы үйде тұрамыз деген, және Болгариядағы күллі әлемге мәшһүр демалыс орны Алтынқұм жағажайына демалуға апарам деген сөздерін жерде қалдырмаған. Екеуі бірге жүріп, Еуропаның ең керемет жерлерін аралап, естен кетпес қызықты сәттерін бірге өткізді. Бір сөзбен айтқанда, әкеміз жарына деген ыстық ықылас пен сый құрметін ешқашан аямайтын қасиетімен есте қалды. Анамыз жеке өміріндегі ерекше жаңалығымен қатар, еңбекке араласуы да тоқтаған жоқ. Сол уақыттағы Фурманов аудандық мәдениет бөлімінің инспекторы болып, одан соң Жалпақтал кәсіптік техникалық училищесінде шәкірттер тәрбиеледі. Әкеміз Мәсәлиев Асқар Ізмұқанұлы да сол Жалпақтал ауданының тумасы. Көп жылдар аудандық партия ұйымында, білім саласында, сондай-ақ халықты жұмыспен қамту орталығы мен аудандық мәдениет бөлімінде қызмет атқарған. Ал 2009 жылдан бастап, өмірінің соңына дейін облыстық мәдениет және ақпарат саласы қызметкерлері кәсіподағының төрағасы болып қызмет атқарды. Еткен еңбегі бағаланып, бірқатар республикалық деңгейдегі құрмет грамоталарымен марапатталған. Бір сөзбен айтқанда, мемлекеттік қызметке еңбегі сіңген сыйлы азаматтарының бірі болды. Қызметтегі табысы бір төбе, одан бөлек жан-жағын қаумалаған ағайын туыс, дос-жараның ешбірінің көңілін қалдырмай, солардың ортасында да әрдайым шоқтығы биік тұратын. Досы көп болуы да содан болар. Сондай жаны жайсаң, кеңпейіл әкеміздің арамыздан кеткеніне міне 8 жылға қарап барады.
Әкеміз Асқар мен анамыз Мәншүк Мәсәлиевтердің шаңырағында Дәрия, Ботагөз, Салтанат есімді аймаңдай қыздары дүниеге келді. Үлгілі өнеге, тәлімді тәрбиемен өскен қыздары бүгінде мұратына жетіп, әулеттің өрісін кеңейтіп отырған жайы бар. Күйеу балалары Жәнібек Елордада заңгер болып істесе, Абат зауыт қызметкері. Ал Жасұлан бизнес саласында кәсібін дөңгелетіп жүр. Сол қыздарынан өрген 8 немересі бүгінде әжелерінің көз қуанышы. Осындайда бала балдан тәтті, немере одан да тәтті деген тауып айтылған сөздің орайы келіп тұрғандай. Құдайдан тілеген тәп-тәтті немерелері Мәншүк анамыз үшін шексіз қуаныш, шаттық сыйлайтын дертінің шипасы, жанының дауасы. Осындай берекелі тіршіліктің арқасында Мәншүк анамыз Асқар тауымыздың орнын жоқтатпай, Сәдібек Сәрсенкүл, Қамажай және Қанат Жанардай құда-құдағилармен етене жақын араласып отырады. Анамыз Мәншүк еліміздің орман және аңшылық шаруашылығы саласына сіңірген таудай еңбегі елеп айтуға тұрарлық. 1999 жылдан бастап Батыс Қазақстан облысы орман, балық және аңшылық шаруашылық басқармасында облыстық орман және аңшылық шаруашылық инспекциясында бас маман қызметтерін атқарды. Мәншүк Әйтеш қызы осы салада өнімді еңбек ете жүріп, инспекцияның көптеген іс құжаттарын қолынан өткізді. Қызметкерлердің жеке істері, кіріс-шығыс құжаттарын тіркеу, есебін, құжаттардың орындалу тәртібіне бақылау жүргізу және басқа да бірқатар жұмыс Мәншүк Әйтеш қызының арқасында бітіп отырды. 2008 жылы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің және сол жылы Тәуелсіздік күніне орай Орман және аңшылық шаруашылық комитеті төрағасының алғыс хаттарымен марапатталған. Бұлардан бөлек, ел президентінің атынан алған Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл мерекелік медалін кеудесіне мақтанышпен тағып жүр. Анамыздың белсенділігі тек қызмет жолында ғана емес, партия жұмысына атсалысуда да ерекше байқалғанын айта кетуіміз керек. Бұрынғы Нұр Отан, қазіргі Аманат партиясының инспекциядағы бастауыш партия ұйымына жетекшілік етіп, одан бөлек кәсіподақ комитетінде де төрайым болып, қызметкерлердің құқығын қорғау ісіне де етене араласты. Тіпті ылғи қауырт қызметтің басында жүргенімен, Мәншүк анамыздың шығармашылық әлемнен де үлкен хабары бар адам екені көпшілікке мәлім. Жұртқа аса жария болмаса да жасында би өнерімен де айналысқанын, ал ән шырқағанда дауысы бұлбұлдай. Ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында өз ортасында көпшілік шараның бәріне бас болып, керек кезде дұрыс кеңесін беріп, әрқашан алда жүреді. Осынау жылдардағы қызмет жолында бар күш-жүгерін сарпыған жанның еңбек ұжымына да құрбы-құрдас, ағайын туыс, дос-жаран, айналасына да сыйлы болуы өмір заңдылығы десек қателеспеспіз. Бүгін сол қадірлі де сүйікті ардақты анамыз Мәншүк Әйтеш қызы Мәсәлиеваның туған күні. Мама, сізді асқарлы асудай болып жеткен мерейлі 70 жасыңызбен шын жүректен
құттықтаймыз. Алла өзіңізді денсаулықтан айырмай, жүзіңізден әрдайым мейірім шуағыңыз кетпей, айналаңызды нұрға бөлеп, ортамызда сый құрметке бөленіп, ұзақ жасай беріңіз. Мама, біз сізді жақсы көреміз. Мама, қымбат жансың, біз үшін ең асылсың. Аллам сізді жамандықтан қашырсын. Жасыңызды 100-ден дағы асырсын. Өзіңіз ғой өміріміздің тірегі, аман жүрсең, бізге сол ғой керегі. Әлемнің асылы, әлемнің байлығы, сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күнім, қолыма түспеді. Әлдилеп аяғым, өсірген жемісі, самал же саябақ, құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін, көңіліңді көктемде көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін, көңіліңді көктемде көзіңнен етегір қанағат, әзірге берерім балалық махаббат, балалық жүрегім. Бұл риза ана жан, қолдағы осы бар, өзіңе арнаған әнімді қосып ал. Әлдилеп аяғым, өсірген жемісің, самал жел саябақ, құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін, көңіліңді көктемде көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін, көңіліңді көктемде